Ешкі сүті 99 түрлі ауруға ем. Қойдың сүті қорғасын, ешкі сүті ем деп қазақ халқы ешкі сүтінің ағзаға пайдалы екенін ерте заманнан-ақ білген. Ешкі сүті А, Б, С, Д, Е витаминдерінің басқа да микро және макро элементтерінің қайнар көзі болғандықтан адам ағзасына өте пайдалы. Бұл жануардың сүті сонымен қатар белгілі бір аурумен ауыратын науқастар үшін тиімді табиғи дәрі болып табылады. Достар, басқа да пайдалы ақпараттарды көргілеріңіз келсе, каналға жазылып, комментарий қалдырып, лайк басыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін маңызды. Бірінші, аллергия. Аллергияға бейім адамдарға сүт өнімдері жақпайтыны бәрімізге белгілі. Мұндай науқастар әсіресе сиыр сүтін пайдалана алмайды. Себебі сиыр сүті аллергияның қоздырушысы, бірақ ағзаға сүт қажет. Оны 100%-ға алмастыра алатын өнім ешкі сүті. Мұны түсіндіру оңай. Ешкі сүті біріншіден аллергияны қоздырмайды. Сонымен қатар аллергияға бейім адамдардың ауруын түбімен жоятын қасиетке ие. Екінші, ағзаны қалпына келтіруге де көмектеседі. Ешкі сүтіндегі май түйіршіктері сиыр сүтіне қарағанда өте төмен. Сондықтан адам ағзасына түскен ешкі сүті тез қорытылады. Ол түрлі факторлардың салдарынан әлсіреген ағзаға өте пайдалы. Онымен қоса ешкі сүтінің құрамында калийдің мөлшері өте көп. Сүт құрамындағы бұл элемент әлсіреген ағзадағы жүрек қан тамыр жүйесі жұмысына өте қажет. Үшінші, сүйекке пайдасы. Ешкі сүтінің құрамында сүйек тіндерін қатайтатын кальций және Д тобындағы витаминдер қоры жеткілікті. Сондықтан дәрігерлер балаға 1 жасынан бастап рахит ауруының алдын алу және оны емдеу үшін ешкі сүтін беруді ұсынады. Сондай-ақ дәрігерлер мен ғалымдардың дәлелдеуінше, бұл ешкі сүтін сүйегі сынған адамдар күніне 1 стаканнан ішіп тұрса, сүйегі бітіп қалпына келу процесі 2 есе жылдам болады. Төртінші, ішек дисбактериозында. Ешкі сүтінен жасалған өнімдер ішек жұмысын қайта қалпына келтіруіне көмектеседі. Сондықтан бұл дерттен тезірек айығу үшін міндетті түрде ешкі сүтін ішіп, одан жасалған өнімдерді тамақ рационыңызға енгізіңіз. Бесінші, асқазан және ішек ауруларында. Асқазан және ішек ауруларының кез келген түріне ешкі сүті пайдалы. Оның құрамындағы лизоцин асқазан және ішектегі шырышты қабақ жараларын емдейді. Сонымен қатар асқазан сөліндегі қышқылды бейтараптандыратын ерекше қасиетке ие. Егер асқазан жарасы зардабын тартып жүрсеңіз, онда сізге ешкі сүтін ішу арқылы емделетін мынадай амал көмектеседі. Күн сайын таңертең аш қарынға ешкінің 1 стакан шикі сүтін ішіңіз. Содан кейін әр кезде ұрттай жүріп, кешке дейін 2 стакан сүтті тауысу керек. Емдік курс 21 күн. Алтыншы, ұйқы безінің қабынуында. Бұл дертке шалдыққан науқас күніне жарты литр шикі сүтті тамақ алдында 2 ай бойы ішуі керек. Жетінші, ешкі сүті жүкті әйелдер мен емізулі бала үшін де өте керек қорек. Құрамындағы витаминдер, микро және макро элементтері ана ағзасы мен жатырдағы бала үшін өте пайдалы азық болып табылады. Ондағы кальций баланың сүйегін дұрыс қалыптастыруға септігін тигізсе, болашақ ананың тістерінің түсуі және тырнақтарының сынуын болдырмайды екен. Ал емізулі әйелдер күнделікті ешкі сүтін пайдаланса, өзінің ғана емес баланың ағзасында витаминдер қорымен байытып, сүйектерін қатайтады. Ешкі сүтін үзбей ішетін емізулі ана қаназдық дерті мен витаминнің жеткіліксіздігінен зардап шекпейді. Сегізінші, артық салмақтан арылғысы келетіндерге де пайдасы бар. Ешкі сүті майлы болғанымен ағзаға май жинамайды, ал құрамы витаминдерге өте бай. Бұл сусын диета ұстап жүрген адам ағзасын түрлі витаминдермен қоректендіреді. Тоғызыншы, ешкі сүтінің құрамындағы элементтер адам ағзасын нығайтуға және тазалауға көмектеседі. Сиыр сүтіне қарағанда ешкі сүтінде В12 витаминінің құрамына кіретін кобальттың мөлшері 6 есе көп, ал калийдің жоғары мөлшері жүрек қан тамыр жүйесінің қызметіне оңды әсер етеді. Калий мен магний ағзадағы зиянды элементтерді, стронций мен радионуклидті шығаруға көмектеседі. Сондықтан әсіресе қала тұрғындарына ешкі сүтін ішу ұсынылады. Магний жетіспеушілігі қауіпті ауруларға соқтыруы мүмкін.
адам ағзасы тәулігіне 400 мг магний қажет етеді. Осы қажеттілікті ешкі сүтінен алса, холестеринді азайтып, бүйрекке тас жиналудың алдын алады. Сондай-ақ қан қысымы қалпына келеді. Ешкі сүтін Гиппократ құрт ауруымен ауыратын адамдарға ем ретінде ішуді ұсынса, Ибн Сина айналасындағыларға қартайғанда балаларының алдында мүсәпір халге жеткілерін келмесе, ешкі сүтін ішіңдер деп, оның ағзаның саулығы мен ұзақ жасауда пайдасы зор екенін атап өткен. Педиатрияда жаңа туған нәрестенің іш жүруін қалыпқа келтіру үшін ең бірінші осы ешкі сүтін береді. Ешкі сүті ана сүтін алмастыра алады, бірақ әрине баланы ана сүтінен айырмаған жөн. Жалпы ешкі сүтінің суық дегенде тез жазылу үшін де пайдасы мол. Дегенмен ем іздеймін деп ауруға ауру қосып алмаңыз. Ешкі сүтін танымайтын адамдардан кез келген жерден сатып алуға болмайды. Бруцеллез ауруының инфекциясын жұқтырып алуыңыз да мүмкін. Ішек ауруларына сақ болу үшін сүтті жақсылап қайнату керек.